Бақыт бар ма? Мөлдір тұнық сезімде. Түні бойы сен ойлаймын көз ілмей. Ғаламтордан қиыласың әдейі, ғаламдағы жалғыз ару көзіңде. Онлайн боп отырамын ойланып, бұл ғаламтор бара жатыр қайдалып. Монитордан көрген келсе көркіңді, жүрек тұнқып қалады тіл байлап. Нұр шашасың, кезім болса жабыққан. Есім шығып, бас айнала шабықтан. Мен отырсам, ғаламтордың төрінде, бал бұт жанып, сен қарайсың шабық. Агент деген сырласудың әлемі, ойың тапқыр, ал дидарың әлемі. Шуақ шашып, сен отырсаң сол жерде, біреулердің қызықтырмайды сәлем. Жан табан ба, от сезім сенде яқ. Жүрген едім, махаббатқа көнбей яқ. О, махаббат құдіретіңе таң қалам. Ғашық болып қалған екем көрмей. Ғаламторға үңілемін, үнемі. Дидарыңды көру үшін қайтадан. Бақыт бар ма, мөлдір тұнық сезімде. Түні бойы сен ойлаймын көз ілмей. Ғаламторға үңілемін, үнемі. Ғаламдағы жалғыз ару. Махаббаттың басы бал да соңы мұң. Бал сезімнің ғажабай. Түсінеді о басында оны кім? Тәтті мұңның азабай. Жолы ауыр, шын сүйетін ғашықтың. Тартар жеке азабы. Мезгіл сынды сезім атты уақыттың тарқар бірде базары. Қайран, дариға көкте жүрген көңілім. Жер басады бір күні, сонан кейін аянышты өмірім. Мысқыл толы күлкілі, сүйген жүрек, бір-біріне қосылмай. Ет жүрегін жанады, ұлы сезім сағыныш боп таусылмай. Тәтті мұң боп қалады. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді, әңгімесін өзіңді. Жаңбыр жауып тұр демесең, таңғы саф ауа, бақтағы алуан гүлдермен ағаштардың жұпар иісі мұрнымды қытықтай. Терең тыныс алып, еркін жұта бер. Жібекке сіркіреп жауып тұрған сірге жаңбыр бала кезден ұнайтын еді. Бала күнінде осындай жаңбырдың астында қолын көкке жайып, бетіне тиген тамшыларды қызықтап тұратын еді. Қол бұлғап, алыста қалған шіркін балалық. Жаяу жүргіншілердің жолына түсіп келе жатып, жібек балалығын аңсайды. Маған бала кезімді бір күнге берсе ғой деп армандайды. Берсе не істемек? Асыр салып ойнамақ па. Жастықтың қадірін кім білген десеңші. Адамдардың жасы ұлғайған сайын өткен күндерін аңсап, сағынатыны несі екен? Соңғы күндері жаны құлазып, өткен күндерін жиі есіне алатын болыпты. Жалғыздықтың сағыныш пен мұңға жетелейтін жолы осы ол. сыр ашады жанарларын қадабай, жұлдыз ғұмыр күлімдеп. Сарғайтады сағынышты назабай, жүрегімді тілімдеп. Жанды қинар
сезім оты сергелден, жан қалау шапағат, ыстық жүрек ынтық етер көргеннен, ұлы сезім махаббат. Қатты оладыңыз-ау, басыңыз айнала ма? Не болған өзім түсінбей қалдым. Өзіңізді қазір қалай сезінудесіз? Рахмет сізге. Аяғым қақсап тұр. Оны қайып кеткен жоқ па? Білмеймін, бірақ тірек тұр жерге. Бәлкім, жедел жәрдем шақырармын. Жоқ, керек емес. Ренжімесеңіз, жақын маңда тұрамын. Көмектесіп, үйге жеткізіп тастасаңыз. Сізді әуреге салдым-ау. Ол ақылыңызды келтім. Жоқ, ол не дегеніңіз? Айтпақшы, менің есімім Алмас. Жібек, рахмет Алмас. Махаббат па? Махаббат па ол енді болған, болар. Жан емеспін жабығып жолдан қалар. Базарында баяны жоқ дүниеден көріп тағы тұрғаным жоқ оңған базар. Сенің сәулем жүрекпін ғой шуағыммен. Сен жоқ жерде көңіл бәс қуану ем. Шешім оңай жұмбақты тез табамын. Шешімі жоқ сен ғана сұрағымен. Сұрағымен мәңгілік басымдағы әлемнің ақ айдыны жасыл бағы. Алматының кеш келер көктеміндей көңілдің бұл аспаны ашылмады. Жиі-жиі оқ тиіп сердімізге, күз сыйладым көктемдей көркінізге. Қоштасасақ қайтадан сағынатын, ем табалмай отырмын дертімізге. Ұшқан құстан сұратып ем дерегінді, хат күтумен өлтірдім төрегінді. Сары қызды күздей болып сағынам, сағынышқа толытып өлеңімді. Алмаз, гүлің сондай әдем екен, қуанып қалды. Иісі қандай керемет. Гүл өзіңіз секілді әдемі. Менің иісімді қайдан білесің? Өткенде, көтергенде бойыма сіңіп қалыпты. Сонан соң ұмыта алмай жүрмін дейсің. Мен де сені аңсауменен, өзіңді іздеп шарлауменен келемін. Күлімдесе ай қабағың, айтылады арман аның бір саған. Келендеше айым дейін, күнім дейін аңсаған. Кел екеуміз ән салайық қосылып. Сезімдерді болмайды екен жасырып. Адал адам егер шын сүйсе, махаббатта шек бола ма осының? Мен тағы хат жаздым. Ол тағы келді. Кеудемде ақшамның шырағы сөндірді. Ол тағы өтіп берді. Мен тағы кешірдім. Күз шыққан көктемді жанарға көшірдім. Еркімнен тысқары бір сезім елейді. Мен оны сүйемін. Ол бәлкім сүймейді. Ол мені сүйеді. Тағдырын сүйреді. Қызғанып жүреді, жүрегім келеді. Ол да, мен де ұқсаймыз тәкаппар шыңдарға. Біз жайлы түсті аңыз жолдар мен жылдар. Келдім, көрдім, таттым. Сүйдім, ащы екен дүниенің кермегі. Саған ғана айырбастап жіберем, жан білгенді жердегі. Құшқан, құштар, күйген, сүйген осы жалғыз мен беді. Жасың түгіл тырнағына татыйма, бар ару жердегі. Ақыл, көрік, сенім тапты бір өзіңнен тұрақты.
Сенен көрем, жанып жатқан тозақты, сенен көрем. Бір жүрекпіз, жырға толы кеудесі, сағынамын, өртенеді өзегім. Өлеңімнің аласармас бейнесі, өмірде де биік болса деп едім. Елесіңмен атырамын ақтанды, қалдым бәлкім, өңмен түсті айырмай. Қаңғылымен қаз бояса аспанды, жүрексіздар күз тонаған қайындай. Айтсам деген әнім едің аяулы, көзбенен қыз қатар жанды қинады. Көңіл көлге батырсам да қаяуды, сезім көлі арнасына сыймады. Жүрегімнің бәйшешеген көктемгі, күз көңілге көктем лебін сыйлаған. Өткен күн бе? Өткен күнде көп белгі, күзбенен біз сағынышпен шырлаған. Егіз жүрек, мөлдір сезім, іңкәрлі. Біздің жүрек сарғайған бір жапырақ. Көктемімен көгертетім ынтамды. Біз секілді сарғайыптау атырақ. Сен де жалғыз, мен де жалғыз, ол жалғыз. Мұңан қытып бір жарады ой жалғыз. Тамыры жоқ тасқа өскен гүл сынды, тағдырлы өлең, ойсыз басты ойған қыз. Сен де мұңлы, мен де мұңлы, мұңдымыз. Қазы қайтқан сыр шертеді сырлы күз. Өмір деген үлкен қалып шектеулі, сол қалыпқа сыймай тұғын жындымыз. Сен де қырсық, мен де қырсықпыз. Қайындағы тым сезімтал бүршікпіз. Жүректегі сағыныштың көз жасын күз құлатқан жапырақпен сүртіппіз. Сен де ойда, мен де ойда, дарамыз. Ақ параққа қалам түрткен қаладыз. Жалғыздықтан жалыққан күн ақыры, Ол ұстасып, тол ұстасып, айға кетіп қаламыз. Бүгінгі кеш қонағы ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, мәдениет саласының үздігі, Халықаралық поэзия академиясының академигі, Құндақ қоғамдық қорының директоры Ербол Бейілхан мырза. Енді мен сізге мынандай сауал қойып келіп отыр, сол сауалдан өзіміздің сұхбатымызды бастасақ, жалпы мен сіздің бір әлем желіден оқыдым, бәрі бір жерден оқыған едім, мына өнер әлеміне, өлеңге, әдебиет айдынына мен кеш келдім деп, неліктен бірінші сұрағым, және өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Армысыздар, құрметті
Алтай тұрғындары, Өскемен қаласының оқырмандар, ағалар, апалар, аға, әпкелер, іні қарындастар, сіздерменен бүгін кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Мынау жаңағы жастардың қойылымы көріп отырып менің осыдан бір ертеректе жазған алғашқы кітабымдағы өлеңдер екен. Соны көріп бір өткен күндерді еске алдым. Кейбір өлеңдерді мен жаздым ба деп ойланып отырдым. Және енді кейбіреуінен қысылып отырдым. Бірыңғай махаббатқа құрылған көрініс болды. Соның ішінде мынау осы биыл ғана жазып едім. Махаббат маза бермейді деген бір әңгіме жазғам. Сол әңгімемнің әлеуметтік желіде оқырманы өте көп болды. Сонымен мынау Жібек деген бір келіншекті кейіпкер қылып алғам. Бір Жібек деген құрдасым маған ренжітті, неге менің атымды алдың? Мені бір жас жігітпенен жүргізіп қойыпсың деп. Мен айтам, ол енді Жібек деген атын аты сіздің ешбір қатысыңыз жоқ. Десем, ботаникалық саябақта мен жүгіріп жүремін ғой деп сөйтіп жазып жатыр. Сондай да бір қызықтар болады екен. Сіздерменен қауышқаныма өте қуаныштымын. Бізде саналы оқырмандар осы уақытын бөліп келіп отырған баршаларыңызға үлкен рахмет айтам, басын деймін. Өлең мен өнерге шектеу жоқ деген өзіңіздің тағы да бір сөзіңіз бар, өнеріңіз осы қашанда. Енді және мен сізді таныстырған кезде академигі деген бір атауды айттым, біздің халық оқырмандар арасында сондай сұрақ туы мүмкін. Ол қандай академик, ол не нәрсе деп, яғни Омар Сұлтанов атындағы халықаралық поэзия академиясы туралы түсіндіріп өтсеңіз. Жаңағы бірінші сұраққа жауап бермедім. Жалпысы поэзияға мен 35 жасымнан кейін келдім. Мынау қасында отырған Әскерхан менің досым, кластасым, ол 36-37 жасында келді. Екеуміз де кеш келдік. Ол кезде біздің қатарымыз әжептәуір ақын болып танылып қойған кез еді. Енді басында мамандық бойынша жұмыс істедік. Кейін ғалым болам деп Астанаға келдім. Менің ғылыми жетекшім Тұрсын Жұртбаев болды. Ол Тұрсын Жұртбаевты білесіздер, Алашқа танымал үлкен ғалым, Абай танушы, Әуезов танушы, Алаш танушы, ең мықты белді ғалымдардың біреуі деп есептеймін. Сол кісінің шәкірті болғаныма мақтанамын. Сол Тұрсекең маған, сен есейіп келдің ғылымға, сенен үлкен ғалым шығады, Әлкей Марғұланды берем деп айтатын. Кейін мен енді әлеуметтік жағдайыма байланысты магистратураны бітіргеннен кейін ол кісіге жоламай қашып кеттім де, адамның бойында өнердің сан түрі болады, бірақ сенің бойындағы ең мықты өнер, талант сенің бойындағы айналдырып сені сол салаға алып келеді екен. Бір қарасам мен ақын болып кетіппін. Өлеңді бала күнімізден жазамыз, бірақ енді бір ақын болайын деп ойламай жүргенде кейін өлеңменен 35 жасымнан кейін ауырдым. Содан кейін ақын болып бүгін сіздердің алдарыңызда отырмын. Бірінші сұрақтың жауабы. Екінші сұрақ, жалпысы қырғыз әдебиеті өте жақсы дамыған. Мен Қырғызстанда, Бишкекте 2-3 рет болдым. Қырғыз ақын жазушыларының әлемдік әдебиетпен, соның ішінде мына түркі халықтарының әдебиетімен байланысы өте жоғары, өте қатты мән береді, аудармаларды мықты жасайды, өздерін де әлемге шығаруға тырысады. Оның енді бір
ұлы жолын Шыңғыс Айтматов салып кеткен шығар деп ойлаймын. Қырғызстанда біздің мына Олжас Сүлеймен секілді Омар Сұлтанов деген үлкен ақын бар. Ол кісі 2 жылдың алдында дүниеден қайтты. Сол Омар Сұлтановтың атында халықаралық поэзия академиясы бар. Сол қырғыздың біраз ақын жазушыларын аудардым қазақ тіліне. Омар Сұлтанның да біраз өлеңдерін аудардым. Сол еңбектерімнің бәрін ескеріп, 2018-17 жылдарма мені Бішкекке шақырып, халықаралық поэзия академиясының академигі деген атақ берген еді. Онымен қоса Қырғызстанда Шыңғыс Айтматов атындағы халықаралық академия бар. Бұл жаңағы қалай академик деп білмей жатқанда сұрап жатқан адамдар бар. Соған байланысты сұрағыңыздың жауабын берейін. Ол аймақта бізде тағы алған адамдар бар ма Қазақстанда? Менен бұрын Ұлықбек Есдәулетов ағамызға берген екен. Кейін маған берген. Әзірге білерім Қазақстанда 2 адамыз. Енді ұлағаннан кейін алғаным өзім мақтан. Ұлы жырларымыз арқылы ең бірінші Ербол Биылханды біз ақын деп білеміз. Ал енді поэзиямен бірге проза, эссе, танымдық дүниелер жазып жүргеніңізді көзқарақты оқырман тағы да біледі деп ойлаймын. Бұл сіздің сонда хоббиіңіз бе, әлде жазушылыққа бет бұруыңыз ба? Енді мынандай болады ғой. Кейде бір өлеңге сыймайтын дүниелер болады. Кейде өлеңге сыймайтын дүниелерді қара сөзбен жазуға, прозамен жазуға тура келеді. Мысалы, менің бала күнде ата-бабаларымнан, үлкендерден естіген мынандай әңгімем бар. Бізде мынау Шығыс Түркістанда Дәлелхан Сүкірбаев деген қоғам қайраткері генерал өткен. Ол кісі біздің туысымыз болады. Сонда бір кезде Дәлелхан Қобда бетінен Алтайға қашып кеткенде көп адам оны өлді деген екен. Сол кезде біздің көрші Аманбай деген ақсақал бір күні қоңыр алаяқ қозы туды дейді. Сол қозыны келіп көріп қозы туғанда. Мына қозыға тимеңдер, дәкей келгенде соям деп айтқан екен. Елдің бәрі ол кісіні өліп қалды деп ойлап жүрді. Сол қозы 5 жасар еркек қой болғанда жалпысы қашып кеткеннен кейін 14 жылдан кейін Дәлелхан келді дейді. Сонымен ақсақалдар жолығып, ол қойға бата жасап, соймай, жіберіп басқа қой сойды. Ертеңінде сол жаңағы алаяқ қоңыр қозы қораның ішінде үйеліп өліп қапты дейді. Осы оқиға менің мысалы бала күнде естіп жүргенде санамда жаңғырып сөйтіп қаншама жыл жүреді. Кейін мен осыны әңгіме қылып жаздым. Жалпысы менің әңгімелерім ойдан, қырдан құраған дүниелер емес, менің санама әбден жатталған, сіңген, және солар жазбасқа мүмкіндік бермеген дүниелерді өлеңге сыймайтын, соларды әңгіме қылып жаздым. Ал кейінгі жылдары мынау детектив жанрында біраз әңгімелер жазып жүрмін. Өйткені бізде детектив жанры кенжелеп қалған, прозада кенжелеп қалған жанрлардың біреуі еді. Тамаша. Енді құрметті жиналған қауым, бүгінгі кездесуіміз бір ресми жаңалық болмасын, сіздерден де сұрақ күтеміз. Бұл жерде енді бір стимул болсын, мен айта кетейін. Ербол ақынның сіздерге сапалы сұрақ қойған тыңдарманға сыйы бар, яғни өзінің қолтаңбасымен кітабын сыйға тартпақшы. Сондықтан да сұрақ дайындаймыз, сұрақ қоя отырыңыздар, пікірлеріңізді айтып отырыңыздар. Енді сіздер ойлағанша мен кезекті сұрағымды қояйын. Рұқсат болса, мына прозада кенжелеп қалған жанрлардың бірі детектив жанры, бәріміз білеміз. Сол бірнеше детектив жанрында жазылған дүниелеріңізді қарап, танысып шыққан едік. Осы жанр туралы айта кетсеңіз. Қазір бізде мынандай үрдіс жалпысы қазақ әдебиетінде кенжелеп қалған жанрлар, олар мынау детектив жанр, фэнтези жанрлары кенжелеп қалған.
және прозадағы ең көп оқылатын, оқырманды қызықтыратын жанрлар осы детектив пен фэнтези жанрлар. Соңғы кезде бізде фэнтези жазатын жазушылардың қатары күрт өсті, өйткені оқырманның сұранысына байланысты. Ал детектив жанрында жазатын жазушылар санаулы. Бізде мына детектив жанрын бір ізгілендірген, қалыпқа түсірген жазушы ретінде Кемел Тоқаевты атайды. Енді ол қазақ әдебиетінде бұрыннан детектив жоқ деген сөз емес. Бірақ бір жалпы соны қаузап, індетіп жазған адам ол Кемел Тоқаев. Одан бұрын да бізде детектив жазушылар болған. Сондықтан мен енді әрбір жазушы, ақын өзінің оқырманын қалыптастырғысы келеді ғой. Сол салада детектив жанры екінші жағынан кенжелеп қалған жанр болғандықтан, осы жанрға жан бітіріп, осы жанр арқылы өзімнің оқырмандарымды көбірек тауып, және сол оқырмандарыма ой салғым келеді кітап арқылы. Биыл мынау жалпысында заң медиа деген үлкен холдинг бар, заң газеті деген газет бар. Осы заң газеті осы 4-5 жыл қатарынан детектив жанрларының арасында байқау жариялап келеді. Мен бір жылы 3-ші орын алдым. Содан бірақ биыл баспай қалам ғой деп ойлап отырғам. Менің мынау әлеуметтік желіде Қызғаныш құрбаны деген көлемді детектив жанрда жазылған хикаятым бар. Соны мүмкін болса оқыңыздар. Сонымен бәйге бұйырмай қалды. Бірақ енді ары қарай осы детектив жанрында қалам тербесем деген ойым бар. Тамаша. Мынау менің 4 кітабым шыққан. Алғашқы кітабының аты Әжімсіз жүрек. Сол кітаптың аталуына байланысты Әжімсіз жүрек деген өлеңімді оқып берейін. Құлыпқа салған ескі мұңымды қозғама, ол қозғалса бозылдайды боздала, ақынның тілі кестелей алмас сезімді жеткізеді көз ғана, көнерген жанмын өтіп бір кеткен шақтардай, қиялым тауда, арманым зеңгір аспандай, оқылмайды ойларыма ауыр батпандай, сарғайып тозған хаттардай, сағыныш кернеп күрсінеді айналам, өлең болып ұшты бұлбұл құсым сайраған, шуағын төккен күн гүлімдеп сырласып хат жазады аймаған, аспанда емес жер үсті менің тұрағым, тот баспас асыл күнеден қалған мұрамын, сағыныш болған шерлі кеудеден төгілер қобыз сарынды бір әнім, дариғай қимас қаларсың бір күн бұлағын, өнің көңіл несіне төмен құладың, уақыт салған шимайды беттен көрдіңді, әжімсіз жүрек жыладың. Жұқ болсын, Оралхан Бөкеев біздің жақта қыс ұзақ деп айтады ғой. Мен негізі Оралхан Бөкеевменен жерлестім деп айтсам да болады. Оралханның ауылы мен біздің ауылдың арасын 100 шақырым бір тау шекара бөліп тұр. Менің біздің жақта Бұлтауыр деген өлеңім бар еді. Соны оқып берейін. Біздің жақта Бұлтауыр өркөш шөгеді, ойлы жанға күлкі ауыр, шын күледі себебі, өркөш адам бұл, сейлерме жел қуса, құт боларма қасан жұрт қайт оралып ел қонса, бура бұлт көшіп бұйғады тауларым, елден елге жұрт көшіп құлазиды бауларым, ей қара бұлт жауа кет, жыла бұлтты тағдырым, жүрегімде жара көп, көкіректе жаңғырым, түбіт бұлтой, күн құйып,
түн баласы, ұйқауыр, тау тағдырым тым биік, біздің жақта бұл тауы. Тыңдармандар тарапынан сұрақтар бар ма? Мен бастайын сұрақтар болаға. Мынадай қызық жағдай болды. Сіз мистикаға қалам тербедіңіз ғой. Үй иесі дейтін әңгімеңіз шықты, жарияланды осы жылдың жазында. Сол уақытта шамамен өзімде баспаналы болып жаттым да. Содан кейін сол үйге келген жүрген кезде ана шығарманы оқып бастап едім, өзімде бір кәдімгідей қорқыныш пайда болды да. Ары қарай не болатынын оқуға дәтім жетпей қойды, адам ретінде. Бұл сюжеті қайдан келді шығарманың, ары қарай не болады, өз аузыңыздан естіп қалу керек болып тұр бүгін. Мынау мистика жанры дегенде әдебиеттегі қызықты жанр. Біз енді жалпысы қазақ ауыз ертегілерінде мистика ол көп деп кездеседі. Біз енді бала күнімізде оны көп оқыдық десек болады, бірақ енді оның қандай жанр екенін білген жоқпыз. Бұл әңгіме үй иесі деген өзімнің тікелей басымнан кешкен оқиғалар. Сол оқиғаларменен арпалысып біз бір жыл жүрдік. Сондай мынау жаңағы үйдің орыстар домовой дейді. Мен енді оны үй иесі деп аудардым. Жалпысы үйде бір жын бар, пері бар, анау бар дегенге мен өзім сенемін. Өзім және соны көзіммен көргенмін. Және осы әңгіме шыққан кезде Қуат Ахметжан деген мықты диктор жігіт бар. Оның YouTube каналында бір 500 мыңдай оқырманы бар ғой деймін. Сол Қуат Ахметжан бұл әңгімені оқып өзінің каналына салған екен. Сол кезде астында бір енді мыңға тарта пікір жазылған. Сол пікірлерде жұрттың көбісі осы оқиғамен жаңағы үйдің иесімен бетпе-бет келгенін, үрейленгенін, қорыққанын жазған. Сондықтан енді қоғамдағы бар дүние және бізді оны көрмегеніміз бар, сонымен бір өмір сүріп жүрміз деп ойлаймын. Армысыздар, қадірлі жерлестер. Мынау Артаран Алтайға туған елге жерге келгенде қуанып келген өзіңізге ассалаумағалейкум менің алдымда қош келдіңіз. Міне бүгін өздеріңіз танысып отырған, дидарасып отырған, жүздесіп отырған берекетті балалық шағынан қол жайып аса өткен шағынан білем. Сіздер бүгін көріп бақытында болсыздар, әуелі енді бақыт едім. Үлкен әдебиет әлемінде қалам тербеп, мынау қазақ сахарасына ой тастап, үлкен мұхтармен қанаттас қатарлас бірге жүргені ол ауылдағы жаңағы анасы сияқты ағасының қосып тақым қысып күйеуесі болып отыратын азаматтың бірісіз. Іске сәт, қош келдіңіз. Oh
сіздің өлеңдеріңізді, барлық шығармаларыңызды әлеуметтік желі арқылы жақсы білемін, YouTube каналы арқылы. Жаңа кітапхана келгенде мені танып жатырсыз, әлеуметтік желідегі досым деп рахмет, қарапайым болса. Сізге қояр сұрағым, бір сұхбатыңызда айтасыз, жасым 40-та болса да өзімді 60-тай сезінемін. Соның жауабын айтсаңыз, одан кейін өлеңдеріңізді жаңа өз аузыңдарыңыз естіп қуанып отырып, өзім де сізге осы сіздің осында керек деген естігенде бір ауыз өлең жаздым, сонда оқып берсеңіз. Түбі мені табар өлең, келе берсе жаңа өлең, жалынсынды жаңа берем, қос өмірде жаңа белең, көңілімде алаң елең, тыңнан шабыт ала берем, музаң болып қала берем, қалауымен қара өлең, қалар бәрі қалмас өлең, жұмбақ мол бұл әлемде тілекшіңде дара берем, іздегенім ізге өлең, түбі мені табар өлең, шақырмаса ана әлем, шыңнан шабыт ала келем, өң мен түсті тұтастырып ақ өңге сала берем, көктемекші жаңа әлем, өлеңімді сақта берем, сүйем сені шалқар дүние, сабырлы екем, асығар ем, өлең өріп басылар ем, сабырлы екем, асығар ем, тештеде ғашық әлем, шаң баспаса шабытымды, том-том кітап жазылар ем, қайырыла кел қасым өлең, қайырыла кел ербол өлең, адалымсың досым өлең. Рахмет сізге, шабытыңыз арта берсін. Бұл кісіні мен ақын ретінде танимын. Өлеңдерін жариялап жүреді. Өлең арнағаныңызға рахмет. Енді сұрақтың жауабы адамның кейбір сәттері деп ойлаймын. Сондай бір сәттерді айтқан шығармын. Жалпысы қайғы ойладық, ұлғайды арман деп айтқан кезде абай 40-та екен. Жалпысы мынау елдің, ұлттың, мемлекеттің тағдырына алаңдамайтын адам жоқ қой. Біз ұлт ретінде әлі қалыптасып үлгерген жоқпыз. Көп дүниелеріміз олқы-солқы жатыр. Кейде осы елдің тағдырына алаңдаймыз, балалардың болашағына алаңдаймыз, тәуелсіздігімізге алаңдаймыз, мәңгілік болса екен, болашағымыз жарқын болса екен деп ойлаймыз. Тәуелсіздік алғалы 30 жылдан артық болса да, тіліміздің жағдайы жетім қыздың тағдырындай. Соған алаңдаймыз, қаншама айтамыз, жазамыз, бірақ оқып жатқан, естіп жатқан құлақ жоқ, тыңдап жатқан билік жоқ. Кейде соған күйінеміз, осылай ойымызда болса ғой деп ойлаймыз. Сондай бір сәттерде айтқан болуым керек деп ойлаймын. Біздің адамның санасы ескіріп те жаңарып та тұру керек. Бірыңғай жаспын деп 60-қа келгенде далақтап жүргенде дұрыс емес. 60-қа келгенде қарттықты мойынсұнып алу да дұрыс емес. Жастық жігерде болу керек адамда. Сондықтан бізге саналы ұрпақ, салиқалы қоғам болған дұрыс. Рахмет сұрағыңыз. Сіз жаңа әдебиеттің барлық жанрына қалам теріп ғой. Мен айтайын дегенім қояды сұрағым. Поэзияда ақ өлең деген бар. Кезінде Өкпек Есдәулет ағамыз жазды, өзіңіздің жерлесіңіз Сұраған Рахметұлы жазып жүрді. Одан кейін Жұмекен Нәжімедов те қалам теріп, бірақ соңғы кезде өзіңіздің буыннан Рысбек Дәбей жазды. Одан кейін Төлеутай жазды, Төлтай. Дағы жастар сыйлаған. Осы ақ өлеңді қалам тарап келдіңіз бе? Көрдіңіз бе? Содан кейін қара өлеңді енді біздің бүкіл классиктеріміз қазақ ақындары шегіне жеткізіп жазды. Бірақ қара өлеңді, ақ өлеңді өлең емес деп айтатындар да бар. Нақты мысал айтсам, мысалы Несіпбек айтты. Бауыржан досыңыз Қарағұз болды жазды. Осыған қалай қарайсыз? Өзіңіз қалам теріп көрдіңіз бе? Ақ өлең. Баяғыда Бекен Қайратұлы деген ағамыз бар ғой.
сол кісі мен мынау ауыл туған жер туралы біраз өлеңдер жазғанда сол кісі бір пікір айтып еді. Мынау Ербол да біраз адасып, ақ өлеңнің соңынан кетіп бара жатты да, кілт бұрылып өзіміздің әдемі қара өлеңге қайтып оралды. Осы ел туралы, жер туралы, сағыныш туралы жазшы дейді. Дұрыс айтып отырсыз. Бұл ақ өлең деген негізі қазақта бар. Бұл енді жаңашылдық деп қарамауымыз керек шығар деп ойлаймын. Мына қазақ жырауларында одан кейінгі Дулаттың, Абайдың заманында, Абайдың өзінде де кездеседі. Мұндай ақ өлеңдер. Қазақтың мынау ескі қара өлеңдерінің өзінде ақ өлең бар. Қазақтың. Осы ақ өлеңнің бір жаңағы стильдері, қармақтары бар. Біз бұны енді қылым кештеу шектілді де, бұл ақ өлең кейін келді деп естеп деп ойлаймыз. Бірақ қылым кештелді, ақ өлеңді зерттейтін қылым кештелді. Жыраулар поэзиясында да бар. Сондықтан жалпысы әлем әдебиетінде ақ өлең көбірек дамыды. Өйткені мына Европа халықтарының өмір сүру деңгейі бізден бөлек қой. Немесе Америка халықтарының өмір сүру деңгейі бізден бөлек. Сондықтан бұл жақта ақ өлең көп дамығанда, қара өлең енді біздің тағдырымызға байланысты. Өмір сүру, жаңағы философиялық таным түсінігімізге байланысты дамыған. Қара өлеңге де, ақ өлеңге де қарсылығым жоқ. Менде басында біраз сол ақ өлең жазсам ба деп басында бір сол бағытқа келіп, содан кейін өзімнің жаныма жақын осы қара өлеңге бет бұрдым. Жан-жақты болуымыз керек деп ойлаймын. Өйткені әрбір ақынның өзінің жеке қолтаңбасы, жеке өзінің стилі болу керек. Жалпы сонау абай аталарымыз айтады, істің басы бисмилля дейді ғой. Сол сияқты бір дүние бастамас бұрын ақылдасар, не сол жанға тәуелді болған кезіңіз болды ма? Рахмет, иә. Енді ақылдасатын алдыңғы буын ағаларымыз бар, ауылдың өкілдері бар. Бірақ енді осы шығармашылыққа келгенде біреумен ақылдасып, біреуге тәуелді болып көрмек. Жалпысы шығармашылық адамына ой еркіндігі, жаңағы тұрмыстық еркіндік, қоғамдық еркіндік керек деп ойлаймын. Ал біреуге тәуелді болу, ол сенің ойыңды да, шығармаңды да тежейді. Сізге сұрағым Адарна.kz деген ұлттық порталдан оқыған едім. Сіз өміріңізде болған сәтсіздіктер жайлы айтасыз да, соңында келіп жаңағы өмірден түйген 5 өмірлік сабағым бар деп өтесіз. Соның бірі жаңағы өмір кітап емес, кітап өмір емес деген сынды. Солар жайлы айтып өтсеңіз. Енді мынау Адарна порталында сондай бір жақсы айдар жүрді. Өмірден түйген 5 дүниемді, соған мен жауап беріп едім, бірақ сол порталда оқырмандар өте көп болды. Әсіресе ана Инстаграм парақшасынан қарасам, менің сұхбатымды бір 600-700 адам өзіне сохранить етіпті. Өзінде сақтаған қаншама тілектер, қаншама көзқарастар айтылған. Бізде мысалы үшін қоғамда шынайылық жоқ. Себебі шынайылық жоқ болғаннан кейін біз ана жасандылықтардан әбден шаршадық та шынайылықты қазір жақсы көре бастадық. Көп адамдар жұрттың алдында жай жылтырағанын көрсеткісі келеді. Инстаграмда қарасаңыздар, жұрттың бәрі бақытты. Шын мәнінде өмірде ар жағында не болып жатқанын біз білмейміз. Соған байланысты мен мысалы үшін өмірімді көрген қиындықтарымды, басымнан кешкен тағдырымды, одан алған сабақтарымды
сол 5 сұраққа жасырмай бүкпей жауап берген едім. Сондықтан да оның оқырманы көп болған шығар деп ойлаймын. Жаңағы өмір тағдыр бұл жазылмас кітап, өмір бұл кинодан бөлек деген бір өлеңімде жол бар, соны оқып берейін, өлеңімді оқып берейін. Содан кейін соған жауабын алатын шығарсың. Атқан таң шуағын төкті, шаттандым, қиялдай білдім. Арман жүр аралап көкті, арнаға сия алмай жүрмін. Қанша көз жанды тонады, күтеді тағыне алда. Бақытке көз қонады, бақытты іздеген жанға. Тіршілік жібермес тұсап, үзуге қиналам демек. Тағдыр бұл жазылмас кітап, өмір бұл кинодан бөлек. Жылан түс тірлік жолағы, соңында баққа айналатын. Сондай бір кездер болады, іздесең таппай қалатын. Кешірдім, өшірдім бәрін, бәріңде жаңыласыңдар, кірш алмас жақсының жанын бір күні сағынасыңдар. Алайда қадірменді оқырман қауым, осында жиналып отырған қалайық жоқ құқып, өлеңсүйер қауым, жастар барлықтарыңыз, апаларымыз отыр, көрді, қандай жақсы берекеттіңіз осы аудиторияға. Қонақтарымыз қош келдіңіздер. Бүгін Ербол ақынның әдемі бір жақсы кездесуі мына Шырайлы Шығыста ерке ертістің баурайында Алтайдың өңірінде бір жақсы кездесу өтіп жатыр. Өте бір әдемі басқосу болып жатыр, жақсы сырлы сұхбаттасу болып жатыр. Осыған қуаныштымыз, көріп отырғанымызда. Енді Ербол Бейілхан ақын бұл жалпы өзінің оқырманын тапқан өзіндік орны бар. Өлең әлемінен де жазушылықтан да өзінің орнын тапқан бір ерекше талант иесі деп айтуымызға болады. Бірнеше кітаптар жарық көрген, әдеби ортаға кең көлемде таныс, өзінің айтар ойы бар, қалыптасқан, бағыты айқындалған осындай ақын әрі жазушы. Ерекең ақындық туралы көбірек айтылып жатыр және бұл кісі балалар әдебиетімен де айналысып келе жатыр. Жақсы туындылары бар, жақын арада болашақта оқитынымыз деп ойлаймын. Сонымен қатар енді балалар әдебиетін дамыту жөніндегі мәдениет министрлігіндегі кеңестің құрамында балалар әдебиетіне байланысты кенжелеп қалған осы балалар әдебиетін дамытуға көптеген сүбелі үлес қосып жүрген үлкен азамат. Қоғамдық қызмет деген өзі бір жағында жаңа айтып жатырмын, қоғамдық қормен ол уақытта да біраз шаруалар атқарып жүр. Енді ары қарай айта кеткенде шығармашылығы жайлы кең көлемде айтылып жатыр. Ерекең екеуміз жас кезімізден, бала кезімізден бірге өскенбіз, бірге оқығанбыз дегендей. Енді қазіргі уақытта Ерекең өзінің әдебиетте үлкен жұлдызын жағып жолын салды, қуаныштымыз. Бала кезімізден осы өлеңге әуес болды, әдебиетке әуес болды, көптеген кітаптар оқыды, мектептің жұлдызы болды. Бүгінде қазақ әдебиетінің бір жақсы жұлдызы болып отыр. Ерекең әдебиетке бағана өзі айтып жатыр, кеш келдік деп, енді қазақта бір жақсы сөз бар, есіне кеш жақсы дейді. Сондықтан менде де осы 2012 жылдан бастап, 11 жылдан бастап жаздым. Ерекең себептер болды, бала кезімізде екенбіз бірге өлең жазып, бірге жариялап жүрдік қой. Содан маған да Ерекең сен талантыңды тұншықтырма, жаз, өлеңге кел, өлеңмен басқа деп, содан өлең жазамыздар. Оқырманымыз бұл да қазірде бар қойында алғаш көп кітаптарымыз шығардық, мүшәйраларға қатыстық, әлеуметтік желі арқылы танылдық дегендей. Сол өлеңмен Ерекеңнің ақылымен сол өлеңімізді жазып жақсы келе жатырмыз. Бұл кісі содан қартамаған бір ой салды, 2018 жылдары отырғанда сен бала кезінде драматургия жақсы жазушы едің ғой, пьесалар жақсы жазатынсың, сен соны тіркелген дұрыс деді. Ондай ақылды. Содан 2018-ден бастап пьесалар жаза бастадым. Пьесаларын театрларға қойып келе жатыр. Осы 7-8 спектакль сахналарында Ерекеңде де бір әдемі рөлді ойнаған, Аласта Ертай мырза өте талантты, жақсы актер, бұл кісілерде
сол Ерекеңнің ақылымен жаңағы спектакльге драматургияға қадам тартты. Одан кейінірек бұл кісі 2021 жылдары маған тағы ақыл кеңес айтты, былай отырмай осы сен енді мына саясат жағына да кішкене бет тұрғаның дұрыс, соған жасың да келді, өзіңде келеді, қайраткерлік бір қабілетің ашылады. Енді сен мына халықтың мәселесімен шұғылданып саясат сахнасынан шықсаң негізі дұрыс болады дегенге мен бұл кісінің ақыл кеңесін алып, сол саясат сахнасына қарай бұрдым. Енді алда биыл келесі 10 жылдарда тағы бір ақылын айтып бір бағыт жүргізетін шығар үміттеймін. Сондықтан Ереке осылай мына темірқазық болып, халықтың сүйікті ана болып, ең бастысы тамаша азамат болып, аман-есен жүріңдер деп бізге тілек айтамыз. Өлең халықтың жүрегінде қонақтай. Енді мен сізге бір емес екі сұрақ қойғым келіп отыр. Және Әскерхан Ақтай айтып кетті, балалар мен жасөспірімдер әдебиет кеңесін басқарды деп. Негізі ол жерде сіз жетекші болдыңыз ғой. Ұлттық академиялық Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапхана жанынан құрылған осындай кеңестің басшысы болдыңыз. Сол жерде кітапханашылардың өмірін көрдіңіз. Бірінші сұрақ заманауи кітапханашыны қалай елестетесіз? Екінші сұрағым қазір бір қасаң пікір бар, жастар кітап оқымайды деген. Яғни балалар мен жастарды кітапқа баулу үшін қандай игі шаралар жүзеге асырылу керек деп ойлайсыз? Рахмет, мен бұрын ойлайтын едім, мынау кітапханашылар рақат кітаптың ішінде кітап оқып отырады, басқа не жұмыс істейді деп. Сол кітапханада өзім жұмыс істегенде кітапханашылардың тынымсыз еңбегін көріп, бұл кісілерге бас идім. Және бұл кісілер барлық оқырманның жағдайын жасап, тынымсыз еңбек етеді, таңнан кешке дейін. Өзі қарбалас екен бұл жұмысы. Күнде шара, бізде мына Астанада ұлттық академиялық кітапханада күнде 5-6 шара өтеді ғой. Соның барлығы қарбалас мемлекеттік үлкен кездесулер, ақын жазушылардың, зиялылардың кездесуден кездесу босамайсыз. Одан қалса мынау оқырмандар келеді. Сондықтан мынау аз ақшаға және өзінің сүйіктісін тастамай, осы кітапхананың ішінде жүріп, мемлекетке бір руханияттың байуына, ұлттың байуына қызмет етіп жүрген кітапханашылардың еңбегі орасан зор. Сондықтан сіздерге үлкен алғыс. Кітапханашылардың ескерткішін осы Пушкин кітапханасы біздің республикадағы алдағы 5 кітапхананың ішінде республикалық деңгейде өте көп шаралар өткізеді. Осы кітаптың ұжымына, басшыларына, Гүлбаршын үнемі республикалық деңгейде шара өткізеді, сізге зор рахмет айтамын. Артынан көрмеген жөнін, шығармашылық сіздерге сәттілік тілеймін. Жалпысы, мына балалар әдебиеті бізде соңғы 30 жылда кенжелеп қалды. Балалар әдебиеті не қалам тербейтін жазушылар да жоқ қой енді. Бірең сараңы қой, баяғы Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Мұзафар Әлімбаев, жаңағы Бердібек Соқпақбаевтан кейін қазір кімдер бар екен деп бұрын ойлайтынмын. Сол осы кеңесті ұйымдастырып, басқару басқасында жүргеннен кейін бізде Қазақстанда балаларға қалам тербеп жүрген 130-150 жазушы бар екеніне көзім жетті. Жазушы жеткілікті екен. Бірақ сол жазушылардың жазған дүниелері бүгінгі ұрпаққа жетпей жатыр. Себебі мемлекеттік қолдау жоқ. Жазушының жазған дүниесін оқырманға жеткізетін әлеуметтік, материалдық байлығы жоқ. Яғни қаржы жоқ деген сөз. Бізде қазір балаларға қалам тербеп жүрген жастар өте көп. Өте қызықты жанрлар жазып жүрген жастар бар. Бірақ өкінішке орай кітаптары оқырманға жетпей жатыр. Егер жазушының кітабы шықса,
өзінің қаржысына шықса, ары кеткенде 1000 дана шығар. Бізде республика бойынша мен жаңылмасам 11.000-нан астам кітапхана бар. Сонда ол 1000 кітап қай оқырманға жетеді, қай кітапханаға жетеді. Сондықтан да бұл жағынан біз мемлекет үлкен қолдау жасау керек деп ойлаймын. Балалар жазушыларын кем дегенде жылына 50 ақын жазушының кітабын шығарып, оны 10.000 данаменен шығарып, үйіп төгіп қарату керек. Екіншіден, қазіргі баланың ойлау қабілеті, көзқарасы, танымы мүлдем басқаша. Қазіргі баланы ештеңемен қызықтыра алмайсыз. Сондықтан кітаптың мынау бірінші бетіндегі дизайнынан бастап баланың көз тартып тұратындай болу керек. Ол үшін оған үлкен қаржы керек. Оның ішінде суретті болу керек. Ол және қысқа нұсқа болу керек. Баяғы заман секілді, байқайсыз ба? Баяғы заман секілді ұзын сонар әңгімені оқып отыратын адам жоқ қазір. Қысқа нұсқа және суретті көркемделген, жаңа комикс жанрында көп жастарға кітап беру керек, шығару керек. Сондықтан біз енді біз бір сараптама жүргізгенде мынандай болды. Қазақстанда 70% ата-ана баласына кітап оқы деп айтады, бірақ өздері кітап оқымайды. Яғни балаңа оқы деп қоясың, өзің оқымайсың, өзің оқымағаннан кейін балаң да оқымайды. Егер 30% ғана бізде кітап оқиды десеген қателеспейміз. Ал көбінде бүгінгі жастар, бүгінгі балалар қандай кітап оқиды? Міне қыз жігіттеріміз отыр ғой. Мотивациялық кітапқа ынтық. Қазір бүкіл адамға мотивация жетпей жүр, байқайсыздар ма? Өзі бұрын мотивациялық біз қалай өмір сүргенімізге таң қаламыз ғой қазір. Өліп қалмай қайтып жүргеніміз деп ойлаймыз, өліп қалмай қайтып жүргеніміз. Сондықтан мен ойлар едім, бұл біздің қоғамдық үлкен жаңағы санамыз толық қалыптасқан жоқ. Егер санамыз толық қалыптасқанда, біз мотивациялық анадан ұрлап, мынадан ұрлап алған блогерлердің, инста жұлдыздардың кітабын емес, түпнұсқадан оқып, және көркем шығарманы көбірек оқып, ойымызды дамытар едік. Адамға кітап не үшін қажет? Сенің ақыл ойыңды, санаңды, және дүние танымыңды кеңейту үшін қажет. Сондықтан жастарға көбірек кітап оқыңыздар, көбірек еңбектеңіздер, жұмыстан қашпаңыздар, жалқау болмаңыздар. Аяқ астынан байып кеткісі келеді қазіргі жастардың. Аяқ астынан ешкім байымайды. Сіз үстіңіз шаң болып, басыңыз, миыңыз тозып, шаршап жұмыс істесеңіз ғана байысыз. Сондықтан еңбекқор болыңыздар. Еңбекқор болыңыздар деген келеді. Еңбекқор және білімді болыңыздар, оқыңыздар. Қазақтың бір туған азаматы Ерболмен танысқанымызға қуаныштымыз. Жалпы ақын деген оңай шаруа емес. Ол біріншіден Алланың берген сыйы болса, екіншіден бұл халықтың ғана бақыт деген. Қоғамда болып жатқан дүниелердің бәрі алдымен ақынды толғатады, ақынды ойландырады. Жалпы ақынның ішінде де қазіргі заманда ақын көп, дегенмен де соның ішінде бірегей ақын болу үшін оңай емес. Ойлаймын, бүгінгі біздің мына кеште шағын жалғызда басталған Ерболдың осы кеші үлкен сарайларда, ағырлардың төрінен өтетін кеште жалғасы кетеді. Жалпы халықтың мұңын жоқтап, жоғын жоқтап жаңа айтып отырмын, қалай мен ойластырып жүрміз деп, түсінген адамға қалай үлгі болады, өнер болады, сөздер жастарға айтатын тіл мәселесі жағынан бізде расында жетіспей жатқан дүние өте көп, шекара мәселесі болсын, тіл мәселесі болсын, сонымен мына отырған балалардың өзі қазір жүзді шығып бір-бірімен орысша сөйлейді. Ол өте емес, солай ғой. Сондықтан да осы тілді алып жүретін қазақтың тәуелсіздігіміздің мықты болуы жастарға байланысты, сол туралы Ербол өте жақсы айтып өтті. Енді Ерболдың
поэзиясы, прозасы шырақтай берсін дегім келеді. Жалпы қазағымыздың бүгінде ақындардың арасынан суырылып шығатындай бір кереметтей ақын, тұлғалы ақын болуға тілектеспіз. Жалпы қазақ қайсың десе мынау дейтіндей бір тұлғалы жақсы азамат екенсіз. Өзіміз тасқа өлең оқығаның, сөз саптасың бәрі бізге ұнап тұр. Бізге көп ақындар келеді, көп жазушылар келеді, қоғам қайраткерлерімен бәріне танысамыз, бірақ соның ішінде көпке дейін көңілде қалатын адамдар аз, соның бірі өзің болып отырсың. Енді мына кімнің өлеңі бар ғой, Төлгенай Өгенді, ақын болуға емес, бұл өзі сыздаған жара, ақын болуға деймісі қарағым, бұл өзі аузында болу сыздаған барлық жараның деп. Қоғамның барлық жарасы ақынға келіп тиеді, соны шешуге тырысады, халықтың тілегін орындауға тырысады, сол жолда үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы мына Пушкин атындағы кітапхананың әкімшілік атынан, оқырмандар атынан бір жақсы сыйлық, мынандай бір тамаша кітап бар бізде, Шығыс Қазақстанның музыкалық мұрасы деген. Төрағайдан ескерткіш. Біздің қолымызда байлығымыз осы кітап. Осы кітапты ғана ұсынып жатырмыз, сондықтан да шығармашылық табыс, молшылық, жақсылық деймін, отбасына береке болсын. Мен енді бір өлең оқып берейін. Айна деген өлең. Жаңа абай 40 жасында қартайып қай ойлады ұлғайларман деп айтып дейді ғой. Сол енді бір философиялық өлең деп ойлаймын. Соны оқып. Мен айнаға қараймын айнамаған, қараймын да мұңайып ойға қалам. Өзімді өзім бұл күндер танымаймын, балалығым алаңсыз қайда қалған. Қоңыр бартып жүзімді айна көрген, қоғам осы еріксіз ойға көмген. Жастығымды жоғалған таба алмаймын, томпан билеген тойлар елден. Айна досым барымды жасырмаған, ұнамай тұр селдіреп шашым маған. Неге сонша көздерім солғын тартқан, қоюланып өсіпті қасым жаман. Қанша уақыт айнаға қарамаппын, сан соқтырып зулайды санамақпын. Өмір сені сүйемін деп жүргенді, өмір мені қайтейін аямақсың. Оқырмандарымызды, құрметті бүгінгі кешке жиналған барша қауым, келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Сіздерменен кеш мәнді көрікті болды ғой деп ойлаймын. Осы кеште өнер көрсеткен Нұртай ағама ерекше алғыс айтамын. Нұртай ағаны көрмегелі көп болған. Ол кісі екеуміз ауылдаспыз. Бір ауылдың түлегіміз. Жастайынан шығып айтысқа араласқан, алдымызда жүрген Асқар ағаларымыздың біреуі. Міне Әскерхан досым да жақсы тілегін айтты. Бір-бірімізді қолдап, тілеулес болып жүрейік. Осында және өнер көрсеткен мына жастар театрының балаларына, сол театрдың жетекшісінде режиссер Ертай Хасенов. Ертай Хасенов сізге Ертай замандасымызға бір кітабымды тарту етем. Соныменен сұрақты қойған адам көп қой. Маған мынау Адырна порталы туралы сұрақ қойған ең қыз баланың жол жіңішке ғой. Осы қызымызға бір кітапты тарту еттім деп отыр. Екі оқырманға кітапты тарту етейін. Ар жағында бір 4 кітабым бар. Оны осы Пушкин атындағы кітапханаға тарту етем. Оқырмандар осы жерден оқиды ғой деген ойдамын. Баршаларыңызға рахмет. Еркін отырғанымыз жақсы ғой. Рахмет баршаларыңызға.